бағуда, тұнған тарих көмейім. Қобызымды қолға алып, жыр маржанын төгейін. Үнсіз жатқан төбенің тыныштығын бөлейін. Қатпар таулардың қабырғасын сөгейін. Сағым туған сардала, сыр шертісіп көрейін. Көне заман тарихтың қойнауына енейін. Мұңлық, зарлық туралы аңызды айтып берейін. Atыңдар! Әлекей, атыңдар, ат! Atыңдар! Қанем, қараңызшы! Киіктің мүйізі ай сияқты! Құрышаңдар, енді ол ешқайда қаша алмайды. Жібермеңдер! Атыңдар! О, ғажап! Кімнің тұсынан киік өтіп кетсе, киікті сол адам ұстау керек. Ұстамаса, басы алынады. Қанем, атыңыз! Атыңыз, қанем! Атыңыз! Енді не болар екен? Айтқаным айтқан, өзім қуып жетемін. Тұрыңыз, басыңызды көтеріңіз. Сен кімсің? Осы маңда тұратын балықшыңның қызымын. Атың кім? Ханшайым. Ханшайым деп ханның қыздарын атайды ғой. Білмейм, атымды атам қойыпты. Атаң қайда? Әне, анау жарғабақтың басында. Ал мен қуып келе жатқан киік қайда? Білмейм. Білмеген қалай? Сен ешқандай киік көрген жоқсың ба? Жоқ. Сонда мен далбалақтап өзім шауып келе жаттым ба? Иә. Бәлкім атаң көрген шығар. Атам айтты, әне бір кісі үйге қарай шауып келе жатыр. Қазақ үйге қарай атпен шауып келмеуші еді. Алдынан шықшы деді. Онда атаңнан сұрап көрейін. Ор киіктің басынан қарғып өтуі, басыңа бақтың қонғаны, осында жетіп жоқ боп кетуі, бақытыңды осы жерден ізде дегені. Бұл жерден қандай бақыт іздеуге болады? Сіз қайғыңызды сейілту үшін серуенге жиі шығасыз. Ол қайғы балаңыздың жоқтығы. Оны сен қайдан білесің? Оргейік айтты. Қайдағы оргейік? Әлгі сіз қуып келген оргейік. Оны сен көрмедің деп едің ғой. Түсімде көргем. Иә, ол тағы не айтты? Ол айтты, сен патшаға бір ұл, бір қыз тауып бересің деді. Иә, менің мұрагерім жоқ. Егер сен бір ұл, бір қыз табатын болсаң, мен сені жар етем. Ұлдың аты зарлық, қыздың аты мұңлық болады. Оны да оргейік айтты ма? Иә. Онда мен саған үйленем. Бір жылдан соң маған мұрагер сыйламасаң, мына дарияға лақтырып жіберем. Еркіңіз білсін. Ханем, амансыз ба? Мына адамдар қайдан шықты? Құлап жатқан жерімнен мына қыз құтқарып қалды. Мен осы қызға үйленем. Ол маған 9 айдан соң бір ұл бір қыз тауып берем деп уәде етті. Ханем, бұл қыз құдай емес қой. Бұл сиқыр. Бас уәзір, тойғамна кіріс. 3 күннен соң осы қызды дариямен алып келесіңдер. Той аралына ханшайымның шатыры тігіліп, барлық жөн жоралғысы мен салтанаты жасала берсін. Хоп, тақсыр. Хан иеміз бәрімізді қорлап тағы бір әйел алмақшы. Алпысымыз бірдей бедеу емес шығармыз. Хан кінәні өзінен іздемей ме? Ол қыз перінің қызы дейді. Хан иеміздің басын айналдырып сиқырлап тастаған дейді.
Егерде ол қыз шынымен бір ұл бір қыз туар болса, онда хан бізді бір жолата ұмытады. Бәріміз сол ханшайымның күңіне айналамыз. Масқарай. Менде мынадай амал бар. Қандай әдемі шатырлар, қандай әдемі. Олар сенің құрметіңе тігілген. Анау ортадағы үлкен шатыр сенің отауың. Менің шатырым, ал анау жағада тұрған кімдер? Хан және оның уәзірлері. Қандай қорқынышты, неткен үрейлі салтанат. Алпыс әйел ханшайымның қолынан сүйіп шықсан. Не болды, хан ием? Неге көңілсізсіз? Ханшайым, мен осы жасыма дейін нәресте баланың дауысын естімеген едім. Сен босанғанда жүрегім қуаныштан жарылып, өліп кетем бе деп қорқам. О не дегеніңіз, хан ием? Бұл сіздің көптен күткен қуанышыңыз емес пе? Менің кәрі жүрегім сондай үлкен қуанышты көтере алмасау. Мен бұлай деп шештім. Уақыт таянғанда уәзірлерімді ертіп аңға шығам. Тұзды дөңнің басына шатыр тігіп, қуанышты хабарды сонда күтем. Мені бірге ала кетіңіз. Мен сізсіз қорқамын ғой. Неден қорқасың? Бәрінен, бәйбішеден, алпыс әйелден. Еш уайымдама. Бәрі де сенімді адамдар. Сенің қауіпсіздігіңді бас сақшы Шавхатқа тапсырам. Жаныңда Мағрипа болады. Мағрипа! Мағрипа! Ай, сіздер мұнда неғып жүрсіздер? Мағрипа қайда? Сен бізден қорқпа. Біз саған қастық ойламаймыз. Ой, бұл байғұса есінен танып қалды. Толғағы кел, мыстанды шақыртыңдар. Ал мыстан шешей, енді мыналарды тез дарияға лақтырып жібер. Қайтып келген соң тағы бір дорба алтын аласың. Ай, адамдар-ай, керек кезінде мыстан шешей деп қалады. Балаларың қасыңда жатыр. Бейбақ екі күшік тудың, сен масқара. Күшіктерің қыңсылап жатыр ғой, емізбейсің бе? Мен баланың жылаған даусын естігем, сендер қастандық қылдыңдар. Күшік туды, масқара, күшік туды. Ханем, алыстан бір топ адам көрінеді. Жақсы хабар әкелсе егет. Неге үндемейсіңдер? Шавхат! Ханем, ханшайым екі баланың орнына екі күшік туды. Жұртқа қарайтын бет қалмады, хан ием. Күшігі несі? Не естіп тұрмын, Құдай-ау? Сиқыр екен ғой бәрі. Жазасын өзіңіз айтыңыз. Сиқыр. Сиқыр. Сен патшаға бір ұл, бір қыз тауып бересің деді. Ұлдың аты зарлық, қыздың аты мұңлық болады. Күшіктер. Жазасын сендер айтыңдар. Өлім. 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 Олай болса, ханшайымды екі күшігімен
жолбарыс пен жыртқышаңдар мекендейтін қайтпас аралына апарып тастаңдар. Bir dorba altın, altın, altın. Ay beykına seviler ay. Kıymayın, kıymayın. Bırak da o dünya ne istetmeydi. Meni mıstan etken adamlar sendersingder koy, sendersingder. Біреуге істеген жақсылығың біреуге жамандық болып тиеді екен. Обалдарың адамдарға. Ей, арланым ай, мені қорғаймын деп талай жараландың ау. Оргиек, тоқташы. Айтшы, сен неге мен алдадың? Оргиек! Оргиек, қайдасың? Ашыл мүлдем, ашыл. Дидарыңмен шашыл. Оргиек біздің панамыз, ақ сүтін берген анамыз. Қарағай, қайда кеттің сен? Адаммысың, перімісің? Адаммын. Адам болсаң атыңды айт. Ағам келмей атымды айтпайым. Ағаң қайда? Ол алыс сапарда, мен соның жолын тосып жүрмін. Онда не қып жүрген жансыңдар? Анадан туып едік, бір ұл бір қыз. Бейне бір қатар туған екі жұлдыз. Алып сөйгей анамыз дұшпандықтан. Бізге жәбір қылыпты, кіл қара жүз. Анамыздың мезгілі жеткен екен. Әкеміз алыс сапар кеткен екен. Алпыс қатын тілімен суға тастап, мыстан кемпір дұшпандық еткен екен. Оргиек екеумізге ана болып, осы тауда күніміз өткен екен. Менің атым Шаншархан. Мен сенің әкеңмін. Есігіңді аш. Мен саған сенбейм. Ағам келмей есікті аша алмайым. Ағаңның аты кім? Айтпайым. Онда мен айтайын. Ағаңның аты Зарлық, ал сенің атың мұңлық емес пе? Анаңның аты Ханшайым. Бәрібір сенбейм. О, қасиетті аймезді Оргиек. 15 жыл бұрын Ханшайымға жолықтырып ең. Енді балаларым алып келді. Енді оларды құшағыма алып аймаласам, өлсем де арманым жоқ. Тоқта, қимылдама. Менің жоқ екенімді біліп, қарындасымды ұрлағалы келген адамсың ғой. Айт шыныңды, бұл жерде не қып жүрсің? Мен осында Оргиек алып келді. Оргиек біздің панамыз, ақ сүтін берген анамыз. Сен Зарлықсың ғой. Мен сендердің әкелеріңмін. Мені аналарыңмен табыстырғанда осы Оргиек ет. Енді сендерді тауып берді. Әкем болсаң, осы уақытқа дейін қайда жүрдің? Алыс сапарда жүргенде қара ниет дұшпандар екеуіңнің орныңа екі күшік салып, сендерді суға лақтырып жіберіпті. Келші балам, маңдайыңнан бір иіскейін. Әке! Құлындарым менің.
Әкетай. Әке, Құлыншақтарым менің. Құлындарым менің. Хан ием, мыналардың жазасын айтыңыз. кешіре көріңіз, хан ием. Ханшайым, кешірш бізді. Бізді өлтіре көрмеңіз, бәріне кінәлі мынамыздан. Сендерге ешқандай кешірім болмайды. Хан ием, бүгінгі қуанышымызды қатал үкіміңізбен бұзбай-ақ қойыңыз. Бұларды мен 15 жыл бойы қорлықпен өмір сүрген қайтпас аралына жіберіңіз. Дүниенің кезек екенін бұлар да көрсін. Жарайды, ханшайым, айтқаның болсын. Әкетіңдер мыналарды. Мені мыстан еткен адамдар сендерсіңдер! Сендерсіңдер! Аңыз әлде ертегі, осылай сыр шертеді. Шаншархан мен ханшайым мұңлық зарлық кешегі, сағасында арыстың өткен екен деседі. Туған жердің тарихы жүрсін әркез ойыңда.